Сәлем, оқушылар. Бүгін сендермен 5 сыныптың жұмыс дәптерінің 28-ші бетіндегі жаттығуларды талдайтын боламыз. Мұнда бірінші суретте берілген сөздерді қойып шығамыз. Бірінші, яғни үлкен кісі кәрі, old. Екіншісі noisy, шулы. Үшіншісі young. Төртінші horrible, қорқынышты. Бесіншісі friendly. Алтыншысы tall, жетіншісі short. Келесі яғни мини диалогтың ішіндегі қобдишаның ішіне берілген сөздерді жазамыз. Is your dog old? Сенің итің кәрі ма? Жоқ. It's very young. Ол кәрі емес, ол өте жас. Дәл осылай аяқтап шықсаңыздар болады. Келесі үшінші тапсырмада write sentences about the people in the pictures. Яғни суретте берілген адамдарды сипаттаймыз. Бірінші, they are young and short, яғни олар жас және бойлары қысқа. They are friendly, олар дошыл. They are funny. Келесі екіншісі, he is old and tall, ол кәрі және бойы ұзын. He's got fair hair, яғни оның шашы ақ түсті. He's nice and friendly, ол күшті және дошыл. Келесі үшіншісінде өз ойларыңызбен жазсаңыздар болады. Мен мұнда қыз балаға, әйел адамға қатысты жаздым. She is young, ол жас. She has got blue eyes, оның көк көзі бар. Или dark, или black hair, қара шашы бар деп жазсаңыздар болады. She is funny and friendly, ол қызықты және дошыл. Келесі тапсырма бізде 29-ші беттегі жаттығулар. Мұнда A-ден F-ке дейінгі сөздерді салыстырып шығатын боламыз. Мұнда қысқаша түрде жауап жазасыздар. Yes, they have, no, they haven't. Яғни біз he, she'ді, has'ді, you'ді, they'ді, I'ді, have'ді қолданамыз. Соны ұмытпасаңыздар болды. Келесі екінші тапсырмада complete the sentence using the correct form of have got. Яғни have got-тың дұрыс формасын қолданатын боламыз. Мұнда бізде he hasn't got a sister, яғни ол false, оның әпкесі или сіңлісі жоқ. True, he is got, яғни оның ағасы бар. Дәл осылай жазып шықсаңыздар болады. Үшінші тапсырмада make questions, яғни сұрақ жасайтын боламыз. Және сұраққа write true answers, дұрыс жауаптар жазамыз. Мен өз нұсқаулықтарларыңыз бойынша жазсаңыздар болады. Мен мұнда өз нұсқауымды жаздым. Бірінші, have you got a bike? Сенің велосипедің бар ма? Yes, I have. Или no, I haven't деп жазсаңыздар болады. Have you got a favorite football team? Yes, I have. Сенің сүйікті футбол командаң бар ма? Has your friend got a pet? Яғни сенің досыңның жануары бар ма? No, или he, she hasn't, или he, she has. Дәл осылай жазып шығасыздар. Келесі бізде төртінші тапсырмада look at the table and write questions and short answers. Яғни суретке қараймыз да қысқа нұсқа жауап жазатын боламыз. Бірінші сұрақ жасап аламыз, содан кейін сұраққа жауап жазамыз. Has Asel got a dog? Яғни Әселдің иті бар ма? No, she hasn't. Борис and Қуат got a dog? Яғни Борис пен Қуатта ит бар ма? No, they haven't. Суретке қарап отырып жауап жазуды ұмытпаңыздар. Келесі бізде 30-ші беттегі жаттығулар. 30-ші беттегі жаттығу бірінші read the text, яғни тексті оқыңыздар. Answer the questions, және текстегі сұрақтарға жауап жазамыз. Бірінші, a special person, алдымен тексті міндетті түрде оқып алыңыздар, сосын тексті оқып болғаннан кейін қысқаша түрде жауап жазамыз. Екінші тапсырмада read the text again.